Сәлем достар, сіздермен арайлым кабачкиден қыстық салат жасаймыз. Бұл салаттың атауы Uncle Ben's деп аталады. Так, бізге керегі қызанақ. Бұл жерде менде 3 килограммдай. 3 килограммдай кабачки осындай. Барлығын жуып, тазалап қойдым. Болгарский 2 килограммдай пияз. Және де бір бас чеснок керек, яғни сарымсақ. Тоз, қант қосамыз. Ыдысымызға бір кесе сұйық майымызды құйып, оның үстінен пиязымызды қосып қуырып аламыз. Бір 5-10 минуттай қуырсаңыздар жеткілікті. Помидорларымызды турап алдық, осылай кабачкиді ұзынан турап шықтық. Болгарскийді, болгар бұрышында турап алдық. 5-10 минуттай қуырып алғаннан соң, барлығын бірінен соң бірін қосамыз. Басында мен сұйық майды қостым, сұйық майға қуырдым. Ол сұйық май құйған жерім түспей қалыпты, сол үшін ұмытып кетпеңіздер. Тағы да ескертіп айтайын. Енді оның үстіне 3 ас қасық тұзымызды, 2 ас қасық қантымызды қосамыз. Енді қант пен тұз дәміне қарай қоса бересіздер ғой. Бұл жерде қатып қалған заң жоқ. Әркім өзінің дәміне қарай қосады. Енді жақсылап араластырып, тағы да қуырып аламыз. Бетін жауып, жарты сағаттай қайнатуымыз керек. Жарты сағаттан соң, мінекей осылай өзінің соғы шығады. Ешқандай су қоспайсыздар. Бұл жерде өзінің күшті болып соғы шығады. Өте керемет болады. Осы орайда ұсақтап туралған сарымсағымызды саламыз. Бір бас сарымсақ салдым, одан кейін сірке суын, яғни 9%-лық 3 ас қасықтай қостым. Енді оны да қалауларыңыз бойынша қосасыздар. Тағы да жарты сағат қайнатуды ұмытпаңыздар. Осы орайда міндетті түрде банкілеріңізді стерилдеп алуларыңыз керек. Жарты сағат міндетті түрде стерилдеп алған банкілеріңізге қайнап тұрған жерінен құясыздар. Сол кезде банкілеріңіз атылады деп уайымдамайсыздар, еш атылмайды. Және де стерилдеп алған крышкамен бірден жауып шығамыз. Менде салат қайнатуына жалпы 1 сағаттай уақыт кетті. 1 сағаттан соң осылай банкілерімізді, стерилдеген банкілерімізге бірден жауып ала береміз. Міндетті түрде жауып алғаннан кейін бөлмеге төңкеріп, бетін жауып, банкіміз суығанша қалдырамыз. Суығаннан соң салқын жерде сақтаймыз.